Саламатсыздар ма, құрметті достар, сіздермен бүгін 4 сыныптың математикасының 92-ші сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы бір бағыттағы қуып жету және қалып қою қозғалыстарына берілген есептерді салыстыру. Бірінші есеп. Енді сен екі дененің қозғалысымен байланысты барлық формулаларды білесің. Сызбада көрсетілген әрбір жағдай нені көрсетіп тұрғанын түсіндір. Қозғалыстың түрін ата. Бірінші қозғалысымыз бұл В жақындауға берілген формула. Яғни бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалған кездегі жақындау жылдамдығы. Бір-біріне қарама-қарсы. Ал екіншісі В жақындау, В1 азайту, В2 деп тұр. Бұл бір бағыттағы қуып жету қозғалысы кезіндегі жақындау жылдамдығы. Бір бағыттағы қуып жету, яғни бір-бірінің артынан шыққан және де бір-біріне жету уақытын табу керек. Бір бағыттағы қуып жету қозғалысы. Келесі В қашықтау, В1 қосылған В2. Бірінен бірі қарама-қарсы бағыттағы қозғалыс кезіндегі қашықтау жылдамдығы. Бір нүктеден шығып, екі жаққа қарай кетуі, сонда бірінен бірі қарама-қарсы болады. Келесі В қашықтау тең В2 азайту В1. Бұл бір бағыттағы қалып қою қашықтау жылдамдығы. Қалып қою жылдамдығы. Келесі екінші есеп, сызбалар бойынша есептер құрастыр. А есебі бойынша. В1 70 км сағат. В2 90 км сағат. Т тең 2 сағат. С1 тең 80 км. Ал бізге жалпы саны табу керек. Шешуі. В қашықтауды табамыз. В2-ден азайтамыз В1-ді. Сонда 90-нан 70-ті аламыз. 20 км сағат. Енді жалпы саны табу үшін В қашықтауға көбейтемін Т-ны және оған қосамын 80 км екен ғой. 80 км-ді. Сонда 20-ға көбейтемін 2-ні, оған қосамын 80-ді. 120 км. Жауабы екі ауылдың арасы 120 км. Келесі Ә есебін шығарайық. В1 60 км сағат. В2 40 км сағат. С тең 200 км. Т қанша сағат? Шешуі. В жақындауды табу үшін В1-ден азайтамын В2-ні. 60-тан азайтамын 40-ты. Сонда 20 км сағат.
Т-ны табу үшін С-ны бөлемін В жақындауға. Сонда 200-ді бөлемін 20-ға 10 сағат. Жауабы: екі автокөліктің арасы 10 сағаттан кейін 200 километр болады. Келесі Б есебі. В1 25 километр сағат. В2 40 километр сағат. С тең. С белгісіз ғой бізде. Т тең 4 сағат. Ал бізге табу керек С-ны. Қанша километр? Шешуі. В қашықтауды табамыз. В1-ге қосамын В2-ні. Жиырма беске қосамын 35-ті. Сонда 60 километр сағат. Енді С-ны табу үшін В қашықтауды көбейтемін Т-ға. Сонда 60-ты көбейтемін 4-ке тең 240 километр. Жауабы: екі мотоциклшының арасы 240 километр. Келесі В есебін шығарайық. В1 70 километр сағат. В2 50 километр сағат. Т тең 2 сағат. Ал С1 тең 50 километр. С жалпы қанша километр? Шешуі. Бірінші В қашықтауды табамыз. В1-ге қосамын В2-ні. 70-ке қосамын 50-ді. Сонда 120 километр сағат. Енді С2-ні табамын. Ол үшін В қашықтауға көбейтемін Т-ны. Сонда 120 көбейту 2 тең 240 километр болады. Енді жалпы С-ны табу үшін С1-ге қосамын С2-ні. Сонда 50-ге қосамын 240-ті тең 290 километр. Жауабы: екі ауылдың арасы 290 километр. Келесі үшінші есеп. Есепті шығар. Қыз бала марғауын жоғалтып алғанын олардың ара қашықтығы 50 метр болғанда байқады. Олар бір уақытта жүгіре жөнелді. Марғау 5 метр секунд жылдамдықпен қашты, ал қыз оны 7 метр секунд жылдамдықпен қуды. Неше секундтан кейін қыз марғауды қуып жетеді? В1 7 метр секунд. В2 5 метр секунд. С тең 50 метр. Т-ны табу керек. Шешуі. В жақындауды тауып аламыз. В1-ден азайтамын В2-ні.
Сонда 7-ден 5-ті азайтамын. 2 метр секунд. Енді т-ны табу үшін с-ны бөлемін в жақындауға. 50-ді бөлемін 2-ге тең 25 секунд. Қыз марғауды 25 секундтан кейін қуып жетеді. Келесі 4-ші есепті шығарайық. Бір елді мекеннен бір уақытта бір бағытқа қарай 2 өрт сөндіргіш мәшине жолға шықты. Бірінші мәшине 70 км/сағат жылдамдықпен жүрді, екіншісі жылдамырақ жүріп, 2 сағаттан кейін біріншісінен 40 км-ге озып кетті. Екінші мәшине қандай жылдамдықпен жүрді? В1 70 км/сағат. С тең 40 км. Т тең 2 сағат. В2 қанша километр сағат? Шешуі. В қашықтау жылдамдығын табамыз. С-ны бөлемін т-ға. 40-ты бөлемін 2-ге. Сонда тең 20 км сағат. Енді В2-ні табамын. В қашықтауға қосамын В1-ді. Сонда 20-ға қосамын 70-ті тең 90 км сағат. Жауабы: екі мәшиненің жылдамдығы, екінші мәшиненің жылдамдығы 90 км сағат. Келесі 5-ші есеп: теңдеулерді жаз және оларды шеш. А есебі 27401 мен К сандарының бөліндісі 398 бен 119 сандарының қосындысына тең. 27401 К сандарының бөліндісі дейді. Бөлеміз К-ға тең 398 бен 119 сандарының қосындысына тең деді. Сонда қосамыз. Осы теңдеуді шығарайық. 27401 бөлінген К тең 398-ді 119-ға қоссақ 517 болады. Енді К-ны табу үшін 27401-ді бөлемін 517-ге. Сонда К тең 53 болады. Тексереміз. 27401 бөлінген К-ның орнына 53-ті қоямын. 398 қосылған 119. Екі жағы да 517 тең 517 болады. Келесі Ә теңдеуін шығарайық. Д мен 863 сандарының айырмасы. Д азайту 863 тең 39565 пен 205 сандарының бөліндісіне дейді. Д азайту 863 тең 39565-ті 205-ке бөлсем 193 болады. Енді Д-ны табу үшін 193-ке қосамын 863-ті. Сонда Д тең 1056 болады. Тексереміз. Д-ның орнына 1056-ны қоямын. Азайтамын 863-ті. Және тең 39565 бөлінген 205. Сонда екі жағы да 193
тең 193 болады. Енді Б есебін шығарайық. Мына жерге сияды ма екен? Сыйдырамыз, иә? 5020 қосамын Z сандары деп тұр. Тең 36054 пен 23 сандарының көбейтіндісіне. Бірінші көбейтіп аламыз. 5020 қосылған Z тең көбейткен кезде 829,242 шығады. Енді Z-ті табу үшін 829,242-ден азайтамын 5020-ны. Сонда Z тең болады 824,222. Тексереміз. 5020 қосамын Z-тің орнына 824,222-ні қоямыз. Тең 36054 астына жаза берейін. Көбейтемін 23. Сонда теңдеудің екі жағы да 829,242 тең 829,242 болады. Келесі 6-шы есеп амалдардың орындалу ретін анықтап, оларды есепте. Бірінші амал бұл шақшаның ішіндегі бөлу амалы. Сонда 10.025-ті бөлемін 25-ге. Сонда тең 401 болады. Екінші амал. Осы 401-ге қосамын 8.549.600-ді. Сонда 8.550 мың бір болады. Үшінші амал бөлу амалы. 10.335-ті бөлемін 39-ға. 265. Төртінші амал 8.550.001-ден алып тастаймын 265-ті. Сонда 8.549.736 болады. Келесі 7-ші есеп жер сілкінісі кезінде ашық жерге, яғни ашық алаңға шығу керек. Есепті шығар. Алаң аудандары бірдей кішігірім бөліктерге бөлінді. Ұзындығы 32 метр, ені 16 метр болатын 9 бөлік шықты. Алаңның ауданы қандай болған? Сонда әр қайсысы мынау 32, мынау 16, мынау 16, мынау 16, мынаның әр қайсысы 32-ден болған болып тұр. Енді бізге жалпы ауданын табу керек. Ол үшін бірінші кішкентай ауданды тауып аламыз. С1-ді. Сонда аға көбейтеміз В-ны. 32-ге көбейтемін 16-ны 512 метр квадрат. Енді жалпы саны табу үшін осы С1-ге бізде 9 бөлік бар деді. Осындай ауданнан 9-ы бар болғандықтан 9-ға көбейтемін, 512-ні көбейтемін 9-ға, сонда 4608 метр квадрат болғаны. Келесі 8-ші есеп. Есепті шығар. Екі велосипедші бір уақытта А пунктінен бір бағытқа қарай жолға шықты. Бірінші велосипедші 18 км сағат, ал екіншісі 21 км сағат жылдамдықпен жүрді. 3 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қандай болды? В1 18 км сағат. В2 21 км сағат. Т тең 3 сағат. Сыны табу керек.
қанша километр? Шешуі: В қашықтау жылдамдығын табамыз. В2-ден азайтамын В1-ді. Сонда 21-ден 18-ді алып тастаймыз. 3 километр сағат. Енді с-ны табамыз. В қашықтауға көбейтеміз т-ны. Сонда 3-ке 3-ті көбейтемін тең 9 километр болғаны. Жауабы: екі велосипедшінің ара қашықтығы 9 километр. Келесі 9-шы есеп. Назар аудар. Сандар тізбегінде қосарланған қатарлар бар. Сандар тізбегінің жазылу заңдылығын анықтап, қалдырылған сандарды жаз. Бірінші есепте 3, 6, 12, 15, 18 деген сандар. Олай болса, плюс 3, 6 болды. Плюс 3, 9 болады. Плюс 3, 12, плюс 3, 15, плюс 3, 18 болды. Сонда міне заңдылығында санды да таптық. Келесі екіншісі. 41, 8, 31, 18, 28, 11. Бұл былай. 41-ден мынадан алып тастаймыз 10-ды. Минус 10. Келесі. 31-ден алып тастаймыз. Тағы минус 10. Сонда 21 болады. 21-ден алып тастаймыз. Минус 10. Сонда міне 11 шықты. Ал мына қатарда керісінше 8-ге 10-ды қосады. Плюс 10. Сонда 18. 18 бен 28-ге плюс 10. Тағы 28. Сонда 10-ды қосып, 10-ды азайтып жатыр екен. Келесі қатарымыз 24, 21, 15, 12. Бұл жерде оңай екен. Азайтылған 3, 21. Азайтылған 3, 18. Азайтылған 3, 15. Азайтылған 3, 12 болады. Келесі 4-ші есепте 65, 60, 55 және 50 болады. Бұл заңдылығы көрініп тұр деп ойлаймын. Минус 5, минус 5, минус 5, минус 5, минус 5, минус 5 болып тұр. Келесі 45, 50, 40, 60, 35, 70, 30, 80 болып дейді. Бұл былай. 45-тен 40-ты, яғни екеуін байланыстырсақ минус 5 болады. Және келесі. 40 пен 35, минус 5. 35 пен 30, минус 5. Ал келесі үстіңгісіне қарайық. 50-ге қосамыз 10-ды. Плюс 10, 60. Тағы да қосамын 10, 70. Тағы қосамын 10, 80 болды. Келесі 6-шы есепте 45, 36, 28, 21, 15, 16 дейді. Бұл реттік санның кему реті бойынша алып тастаймыз 9-ды, алып тастаймыз 8-ді, алып тастаймыз 7-ні, алып тастаймыз 6-ны, сонда 15 болады. 15-тен алып тастаймыз 5-ді 10, алып тастаймыз 4-ді 6 болды. Келесі 10-шы есеп. Есепті шығар. Есептің шартын мәшинелер бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалатындай етіп өзгерт. Есепті шығар дейді. Сонда бізде екі есеп болып тұр ғой. Бірінші А есебі бойынша шығарайық. В1 60 километр сағат. В2 90 километр сағат. Т тең 2 сағат. Табу керек с-ны. Қанша километр? Енді бұл жерде 2 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы қандай болды десе, бірінші В қашықтауды тауып алайық. В2-ден азайтамын В1-ді. Сонда
90 км сағаттан 60 км сағатты алып тастаймын. 30 км сағат болады. Енді бұл жерде с-ны табамын. В қашықтауға көбейтемін т-ны. Сонда тең 30-ға көбейтемін 2-ні 60 км. Жауабы: 2 сағаттан кейін олардың ара қашықтығы 60 км болады. Енді ә есебі бойынша есептің шартын мәшинелер бір-біріне қарама-қарсы бағытта қозғалатындай дейді. Енді бұл жерде В қашықтауды емес, В жақындауды табамыз ғой. Олай болса, есепті мына жерін ә деп өзгертеміз. В1 осы, В2 осы, Т осы және с-ны табу керек. Бірақ В жақындауды табамыз. Сонда қосамыз. Қосқанда 150 км сағат болады. Енді бұл жерде 30-ды емес, 150-ді көбейтеміз. Сонда 300 км болады. Жауабын 300 км деп жазамыз. Міне оқушылар, біздің бүгінгі 92-ші сабағымыз аяқталды. Менің сабағым ұнаса лайк басыңыздар. Келесі сабақтарды көру үшін міндетті түрде тіркеліңіздер. Сау, саламатта болыңыздар.